Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 27-ші жаңа сабақ тасымал тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Бота, айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ, үйіліп тұр мойның, қандай екен ойының, тостағандай көзің, әдемісің өзің. Бұл өлеңнің авторы Абдрахман Асылбеков. Түйенің балалар пайдасы қандай, білеміз бе? Түйе шөлге төзімді, тамаққа төзімді жануарлардың бірі. Бұрынғы заманда көшіп қонғанға түйені пайдаланатын болған. Өйткені шөлге, ауыр жүктерге түйе шыдас беретін жануардың бірі болған. Түйенің сүті, құрты, майы өте дәмді. Балалар енді бота, табан сөздерін тасымалдайықшы. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Түйе төрт түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Балалар, енді осы жердегі тасымалдауға болмайтын сөздерді табайық. Балалар, қандай сөздер тасымалдауға болмайтын еді? Дұрыс айтасыңдар, бір буынды сөздерді біз тасымалдай алмаймыз. Мына сөйлемдегі төрт және ол сөздерін біз тасымалдай алмайды екенбіз. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды екен. Өйткені бір ғана ол дыбыстан тұр. Мысалы, от, сүт, шаш, ақын, орақ, іні сөздерін біз тасымалдай алмайды екенбіз. Енді балалар, олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Бұл сөздерді тасымалдауға бола ма? Ата сөзін балалар тасымалдай аламыз ба? Жоқ. Ақын сөзін тасымалдай алмаймыз. Іні сөзін. Ауа, жент, әже, өрік, от, сүт. Бұлар балалар бір буынды және бір ғана дауысты дыбыстан тұратын буындарды біз тасымалдай алмаймыз деп айтты. Осы ережені балалар естерінен шығармаңдар және жаттап аламыз. Келесі сабақта кездескенше.